Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қайталау. Бүгінгі сабақта болашаққа саяхат бөлімі бойынша алған біліміңді бекітесің. Бірінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны жалғап жаз. Оқушылар, іске сәт. Көп нүктенің орнына қандай қосымшаны жалғап жаздық? Өз тапсырмаларыңды біз ұсынған тапсырма үлгісімен салыстырып көріңдер. Мектептің төбесі әйнектен жасалған. Мектептің қабырғасы кірпіштен қаланған. Мектептің терезесіндегі перде матадан тігілген. Сыныптың ішіндегі тақта пластиктен жасалған. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың дұрыс орындалды деп сенемін. Екінші тапсырма. Үлгі бойынша жаз. Үлгі. Тілді меңгеру. Оқушылар, осы үлгіні негізге алып, тапсырманы орындайық. Іске сәт. Тапсырманы қалай орындадыңдар? Бірге тексерейік. Тілді меңгеру. Ақырын жүру. Келесі үй. Сұйық тамақ. Мектепке жақындау. Компьютерді ашу. Бірнеше зат. Үйде сөйлеу. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың осындай болды деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Тапсырманы орында. Оқушылар, берілген кестенің бірінші бағанында алғашқы әріпті өзгертеміз. Екінші бағанында соңғы әріпті қосамыз. Іске сәт. Тапсырманы қалай орындадық? Бірге тексерейік. Заман, жаман. Сұйық, тұйық. Озық, азық. Қорап, торап. Алға, алғаш. Өзге, өзгер. Үлгі, үлгің. Жақында, жақындау. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Төртінші тапсырма. Берілген сөзге мәнде сөз тауып жаз. Оқушылар, ойланайық. Берілген сөзге мәнде сөзді қалай тауып жаздық? Бірге тексерейік. Ақпарат, мәлімет. Атқарады, орындайды. Алға басу, даму. Керек, қажет. Жылдам, тез. Жарық, сәуле. Өзге, басқа. Айрықша, ерекше. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың дұрыс орындалды деп сенемін. Бесінші тапсырма. Мәтінді толықтырып оқы. Мәтін соңындағы сұрақтарға жауап бер. Біздің заман ең жақсы заман. Қазір техника дамыған заман. Үйімізде озық үлгідегі компьютер, теледидар, ұялы телефон, кір жуғыш мәшине, тамақ пісіретін пеш бар. Адамдар бұл техниканың бәрінің тілін толық меңгерген. Қазіргі көліктер де өзге. Олар да заманауи. Кейбір көліктер батареямен жүреді. Кейбірі күнмен қуатталады. Бүгінде алға басу, даму заманы. Көп жұмысты роботтар атқарады. Әсіресе көлік жасау, киім тігу, ақпаратты өңдеу жұмыстарын роботтар өте сапалы орындайды. Сұрақтарға назар аударайық. Қазір қандай заман? Неліктен қазіргі уақытты даму заманы дейміз? Қазіргі адамдар нені жақсы үйреніп алған? Бүгінгі роботтар қандай қызмет атқарып жүр? Оқушылар, ойланайық.
Сұрақтарға қалай жауап бердік? Жауабын бірге тексерейік. Қазір қандай заман? Қазір техника дамыған заман. Неліктен қазіргі уақытты даму заманы дейміз? Өйткені көп жұмысты роботтар атқарады. Қазіргі адамдар нені жақсы үйреніп алған? Адамдар озық үлгідегі техниканың бәрінің тілін толық меңгеріп алған. Бүгінгі роботтар қандай қызмет атқарып жүр? Бүгінгі роботтар көлік жасау, киім тігу, ақпаратты өңдеу жұмыстарын өте сапалы орындайды. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Болашаққа саяхат бөлімі бойынша алған біліміңді бекіттің. Енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма 69-шы беттегі 6-шы тапсырма. Кесте бойынша әңгіме құрап айт. Оқушылар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.